Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыз Қазақстан тарихы пәнінен 20 ғасырдың басындағы Қазақстан бөлімі бойынша алаш қозғалысы және қазақтың ұлттық идеясы тақырыбында болмақ. Бүгінгі сабақта Алаш партиясының ұлттық мемлекеттік жаңғыртудағы саясатын талдайтын боламыз. Алаш арыстарының арманы. Әлихан Бөкейханов атамыздың бір сөзі бар: қазақ баласы бірігіп тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады деген. Алаш арыстарының арманы. Алаш қозғалысы 20 ғасырдың басындағы елдегі аласапыран қиын кезеңде халықтың қамын ойлаған саяси күш болатын. Қозғалыстың басында саяси мәдениетті әлемдік деңгейге көтерілген, оқыған, сауатты, кәсіби даярлығы, заманына сай адамгершілік, имандылық қасиеттері ата-бабамыздың сан ғасырлық қастерлі құндылықтарымен сусындаған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышпаев, Жақып Ақбаев, Қаратаев сияқты дүлдүлдер тұрса, солардың ізін басқан болашақтың нарғасқа ұлдары Жәлел Досмұхамедов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Мұстафа Шоқай, Тұрар Рысқұлов, Сәдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов тағы басқа одан әрі дамытты. Алаш арыстары және мемлекеттілік негіздері. Мәмбет Қойгелдиев, қазағымызға белгілі тарихшымыз Мәмбет Қойгелдиев Алаш арыстары басшылыққа алған ұлттық даму бағыты жайында, олар қазақ елінің сан ғасырлық даму тәжірибесін, салт дәстүрін революциялық әдіспен күрт өзгертуде емес, қайта оларды эволюциялық жолмен басқа өркениетті елдердің өмір тәжірибесін ескере отырып, одан әрі жетілдіре түсуді көздеді. Ең негізгісі, бұл жол қазақ еліне өзін өзі білуге, сөйтіп өзінің ішкі қоғамдық мәселелерін өзі шешуге, өз атамекеніне өзі ие болуға мүмкіндік беретін жол еді деп жазды. Алаш идеясы және ұлттық бірігу концепциясы. Мұхтар Құл-Мұхаммед Қазақстанның Ресейге бодан болғаннан бергі тарихындағы 20 ғасырдың алғашқы ширегін саяси күрестер мен рухани жаңғыру кезеңі деп айтуға әбден болады. Бұл кезеңде саяси күрес сахнасына Ресейдің аса үлкен ғылыми, саяси орталықтарында білім алған, сол кезеңдегі Еуропадағы саяси күрестің бет алыс бағдарларынан әбден хабардар, экономика, құқық тарихы мен теориясын терең меңгерген қазақ зиялыларының үркердей озық ойлы тобы шықты. Олардың басым көпшілігі ғылымға емес утопияға, демократияға емес авторитаризмге негізделген большевизм идеясын қабылдамай, баррикаданың арғы бетіне шығып, өз елінде, өз жерінде отырып азап шеккен қазақ халқының мұң-мұқтажын қорғауды мақсат еткен Алаш партиясын ұйымдастырды. Ел алдындағы ұлы мақсаттарды жүзеге асыратын атқарушы билік органы Алашорда үкіметін құрып, ұлттық аумақтық негіздегі Алаш автономиясы мемлекеттілігін жариялауға талпыныс жасады. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясатын екіге бөлеміз: мықты жақтары және әлсіз жақтары болып. Мықты жақтарын атап айтатын болсақ, көп саяси мәселелер қозғаған жоқ, өз орталығының болуы, көп мәселелерді өзара шешіп талқылау болды. Алаш аманатының құндылықтары. Ұлттық идеяны кемеңгерлікпен түзу, Алаш қозғалысын аспандатты. Дұрыс ұлттық идеяға табан тіреген Алаш қозғалысы қазақ қоғамы тарихының жаңа белесін ашты. Ұлттық мақсат мұратқа, яғни ұлттық идеяға адалдық, жанкештілік, интеллектуалдық биік өремен ағымдағы кезек күттірмейтін қазіргі және болашақтағы міндеттерді айқындай білу. Бүгінге жеткен Алаш аманатының ең құндылары. Бірінші тапсырма тип кестесі әдісімен орындалады. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясатының мықты және әлсіз жақтарын талдаймыз.
Жақсы, мынау Т кестесі арқылы бірінші тапсырма бойынша берілген тапсырманы тексеріп көрелік. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясатының мықты жақтары және әлсіз жақтары. Мықты жақтары алдында айтып өткендей көп саяси мәселелер қозғаған жоқ, өз орталығының болуы, көп мәселелерді өзара шешіп талқылауы. Әлсіз жақтары большевиктердің идеялары мен құндылықтарын қазаққа жат құбылыс ретінде қабылдады. Патша үкіметін бағындыра алмады, көп мәселелерді шеше алған жоқ. Екінші тапсырма ПТМС формуласы әдісі бойынша болады. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясаты тиімді болды тақырыбында ПТМС формуласы негізінде талдау жасайық. Екінші тапсырманы қалай орындалғандығын дұрыстығын тексерейік. ПТМС формуласы әдісі бойынша менің ойымша Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясаты тиімді болды. Себебі Алаш қозғалысы 20 ғасырдың басындағы елдегі аласапыран қиын кезеңде халықтың қамын ойлаған саяси күш болды. Онымен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламыз. Салт дәстүр революциялық әдіспен күрт өзгертуді емес, қайта оларды эволюциялық жолмен басқа өркениетті елдердің өмір тәжірибесін ескере отырып, одан әрі жетілдіре түсуді көздеді. Ең негізгісі бұл жол қазақ еліне өзін өзі билеуге, сөйтіп өзінің ішкі қоғамдық мәселелерін өзі шешуге, өз атамекеніне өзі ие болуға мүмкіндік беретін жол болды. Соған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясаты тиімді болды. Балалар, енді кері байланыс аяқталмаған тезис әдісі бойынша болады. Бүгінгі сабақта мен не алдым, мен не үйрендім, мен әлі де нені толықтыруым қажет деген 3 сұрақ бойынша. Үй тапсырмасын жазып алайық. Алаш аманаты көркем әдебиет пен өнерде тақырыбында шағын шығарма жазу. Үйге тапсырма осы болады. Назарларыңызға рахмет. Еркебұлан.